Selam dostlar, sizlerle birlikte men bol Ерсайын және де менің каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі серияда мен сіздерге Майнкрафттағы ең оңай тәсілдерді үйрететін боламын. Бірінші тәсіл мынандай: жерге факел қоямыз, оның үстіне любой блок қоюға болады. Бірақ тек мынандай қоймасаңыздар болды. Мысалы, сіздер төбеге үй салғыларыңыз керек болып тұр. Сіздер бүйтіп, зат қойып, бүйтіп, салып, содан кейін үйін салып, содан кейін қайттан бұзғанша, сіздер песок және де жаңа мен көрсеткендей үйсіп төбеге көтеріп, неріне де бір болып қоясыздар. Содан кейін мына факелді емес, тек мынаны ғана сындырасыздар. Мына астында тұрған ағаштар. Осы ағашты сындырасыздар. Бұл ағаш сынғаннан кейін мынаның бәрі қалай топшынға сіздер көріңіздер. Қараңыздар. Енді сол ағаш төбеде тұр. Сіздер бүйтіп қиналып сындырып, көп уақыттарыңызды босқа құртпай, осындай тәсілді қолдансаңыздар болады. Енді біз келесі тәсілге кеттік. Ал достар, келесі тәсіл, мысалы, сіздер үйлеріңізге әсемдік үшін, мысалы, мынау кішкентай газ күтетініміз. Сіздер выживанияда болсын, точкеде болсын, полигонда үй саласыздар, кішкентай емес. Мынау дәуді ойлаңыздар, ал неге сіздер өздеріңіз безендіру үшін печка салғыларыңыз келеді. Печка. Ол қандай печка? Ол кәдімгі анандай печка емес, тамақ пісіретін емес, сәндік үшін печканы төбеге шығып тұратын. В общем, осылай істерсіздер. Оны аяқ тұрсақ сай. Истіп қоясыздар. Бұл сіздерді печка деп ойлаңыз. Печканың негізінде кірпішпен жасау керек. Содан кейін печкаға осыны жандыру үшін, бұл әсемдік үшін жандыру үшін оған бір болу керек. Ол қандай болып десеңіздер, коммент алып достар, содан кейін сіздер оны жағу үшін мынаны сындырасыздар. Содан кейін оның астына именно осы бұл арт деген арт қой. Содан алып осыны жақ қойсаңыздар, бұл кетпей тұрады. Мысалы, мынаны қойып жақ қойсаңыздар, бұл бірақ кетіп қалады. Қазір кетпесе де кейін кетеді. Сол үшін артқа барып, сіздерде выживанияда егер арт ашылса, істеп қойсаңыздар болады. Именно тек осы блок ұстап тұра алады, отты. Артта оттар көп қой. Ал сіздер сәндік үшін қойып қоясыздар. Содан кейін бұдан негізінде бу шықпайды төбеге, бу шықпайды. Негізінде төбеде бу шықпайды. Соны сәндік үшін, бу шығу үшін мынаны бүйтесіздер. Мынаны алып, костер дегенді өздеріңіз жазып тауып аласыздар. Астына қойып керек. Костер дегенді өздеріңіз тауып иісесіздер. Сол кезде костер сіздерге ең әдемі әсемдік береді. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме, төбеден бу шығып тұр. Мынау шарап тұрғандай болады да, бірақ бұның төбесінде костер бар. Ал енді біз келесі
тәсілге кеттік. Мінекей достар, енді сіздерде лава бар, бірақ бірақ осындай обсидиан жоқ болса, сіздерде алмазный кирка жоқ болса, сіздерге ең оңай тәсілді көрсететін боламын. Ол тәсіл, міне бүйтесіздер. Аттың пішінін газ дейміз, 4, осыған 6 блок қоясыздар. 3, 4, 5, санамын. 6 блок қойып, істеп, артта қанша блок қоятын еді. Қазір күтетіңіздер, мен қателіктерін ұстап. Достар, келесі тәсіл сіздерде егер жаңа мен сіздерге айтып өткендей, осындай обсидиан жоқ болса, өйстіп портал жасағыларыңыз келсе, сіздерге осындай әдіс қолды көрсетемін. Сіздерде бірақ ведро бар, лава бар, бәрі бар, бірақ сіздерде алмаз таппай жүрсеңіздер, сіздер бүйтулеріңізге болады. Өйстіп, екі жаққа блок қоясыздар. Мынаяққа шаша өсін, екі жаққа блок қоясыздар. Порталдың пішінін істейсіздер, одан бірақ осы порталдан бір есе төбесіне де бір блок қоясыздар, жанына да бір блок көп қоясыздар. Содан кейін мен алдыңғы бөлімде істеген, бірақ ол қате болып қалды деп ойлаймын. Соңғы лаваны аласыздар. Қастарыңызда егерде лава болса, өйстіп, төбедегі блок газ. Содан кейін тағы бір блок үлкейту керек болып қалды. Содан кейін қайтадан суды құясыздар. Лаваны алып, бүйтіп қоясыздар. Бүйтіп. Содан кейін судың бәрі өзі жабылып кетіп қалады. Қорықпаңыздар, су бір орында қалмайды. Содан кейін бүйтіп блок қойып, өздеріңізге сатыстып, енді спичканы аласыздар, огневоны, содан кейін портал дайын болады. Алмазный киркаларыңыз жоқ болса, бұны тек алмазный кирка жоқ болса, немесе өздеріңіз білесіздер неге қолдануды. Мен енді келесі лайфхакқа кеттім. В общем, достар, оған заттар дайын тұр. Сіздер бүйтесіздер, бұның аты бесконечный блок. Ол неден жасалады десеңіздер, бұл тек тасқа арналған. Бұл үшін бүйтесіздер, тура осындай, бұны скриншот жасап алуға болады, бір орында тұрамын. Тура өйстіп қоясыздар. Содан кейін мына жерге бір блок қазасыздар, содан кейін оған тек су қоясыздар, су. Ал мына екі жаққа лава қоясыздар. Сонда бесконечный блок дайын болады. Қорықпаңыздар, шықпай қалады, ол по-любому шығып тұрады. Лава мен су, міне. Негізінде үйтпей-ақ, мына да қоюға болады. Ерінсеңіздер. Міне, қоюға болады. Осымен достар, сендерге осы лайфхактар ұнаған деген ойдамын. Келесі бөлімде мен лайфхак бар. Менде Free Fire бар. Free Fire'дан өзімнің аккаунтымды көрсететін боламын. Көрсететін шығармын. То есть комментарийға жазып кетіңдер. Сендермен бірге болған. Достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Сендермен бірге мен болған мен жасайын, және де менің каналыма қош келдіңдер. Қазір көрсетемін. Енді келіппіз қараңдар, қандай арал ма? Лавадағы арал. Давай нұрлан қалам сияқты. Судағы өмірді түсіріп көрейін ба? Бірақ оның картасын білмеймін.
комментарийға жазып кетсеңіздер болады, ссылкасында. Сіздерге еще мынандай блоктар керек. Как раз видеоны аяқтайын деп жатыр екен. Лаваға бір шомылып аяқтайық. Лаваға шомылайық онда. Өлдік. Сендерге болған мен жасайын, және де мен каналыма деген лайкты. Сендерге болған мен жасайын, және де қош сау болыңдар.